Жас өнертапқыштар жұмыстарының 80%-ын аяқтады. Олар құралды басқаратын бағдарламаның кодын құрып жатыр. Бұл Әлімжан мен Азаматтың ойлап тапқан медициналық диагностикалау қолғабы. Бұл жоба смартфон арқылы адам ағзасындағы ауру түрлерін тез арада анықтап береді. Программировать? Жобаны құрастыру барысында бағдарламалау жағы қиындық туғызды. Бұл акупунктурлы диагностикалау түрі елімізде дамымағандықтан осы олқылықтың орнын толтырғымыз келді. Әзірге дайын бағдарлама арқылы қостық. Болашақта арнайы бағдарламаны өзіміз құрсақ деп отырмыз. Енді осы жұмысымызды толығымен аяқтап, бизнес моделін анықтап, халықаралық нарыққа шығарғымыз келеді. Диагноз қоюға арналған қолғап ауру түрін 45 секундта анықтап береді. Құралдың түп нұсқасы ағаштан жасалып, қолғабы каучук пен резинкеден тігіліпті. Тасымалдағыштың көмегімен смартфондағы арнайы бағдарламамен басқарылады. Қолдағы 30-ға жуық биологиялық нүктенің әзірге 4 нүктесі арқылы ауру белгілерін анықтайды. Асқазан аурулары, бронхит, бас сүйек ішіндегі және артериялық қысым түрлерін көрсетеді. Биология пәнінің мұғалімі Азиза Абдурахманова құрал жасау барысында оқушыларға ауру түрлерін белгілейтін потенциалдарды енгізуге көмектесіпті. Қан тамыры ауруларының өзінің кластары өте көп қой. Бұл әрине бірінші деңгейде жаңағы қан қысымының аурулары. Инфаркт, инсульт алуға, сондай бір ауытқуларын белгілеуге нәтижеленген бағытталған құрал жабдық. Әр адам портативті түрде жаңағы болашақта үйде отырып қана осы қолғапты киіп, өзінің қан тамыры жүйесін кішігірім зерттеуге көмектесетін құрал жабдық болады деп сенеміз. Біз басында ғаламтордан ауру түрлерін 90%-ға дейін анықтайтын құралдарды іздедік. Нәтижесінде оның өте аз екеніне көзіміз жетті. Пайдалануға ыңғайлы әрі қолжетімді құрал жабдық ретінде жасағымыз келді. Мұндай аппараттар аурудың алдын алуға үлкен септігін тигізері сөзсіз. Жобаны қолға алған өнертапқыштар алдағы уақытта түрлі жарыстарда бақ сынамақ. Одан әрі жұмыстарын нарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Шырынқасым, Данияр Оразалинов, арнайы Таңшолпан үшін.